Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы бокстан әлем және Азия чемпионы, сонымен қатар күні кеше Астанада өткен әлем кубогінде күміс еншілеген Алуа Балқыбекова. Алуа ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Және айта кетейік, құрметті көрермен, бағдарлама демеушісі Олимпиад. Алуа ханым, көңіл күй қалай? Жалпы күні кеше өзіңіз жеңімпаз болдыңыз, құттықтаулар легі таусылмай жатқан болар. Көңіл күй әрине басында көңіл күй түсті, бірақ біздің еліміздің қолдауының арқасында және де барлығына үлкен алғысымды айтқым келіп отыр. Сол үшін сондықтан да мойымауға тырысамыз, ары қарай жұмыс жасаймыз, Құдай қаласа. Бұл әлем кубогын өзіңіз қалай қабылдадыңыз, және сол күміске кішкене көңіліңіз түсіп қалған секілді, Әлем кубогы негізінде бізде Қазақстанда бірінші рет өтіп жатыр. Және де жаңа World Boxing тарапынан, бұған дейін бізде IBA тарапынан болатын, көбінде әлем чемпионаттары барлығы. Енді халықаралық олимпиада комитеті AIBA организациясын енді қабылдамағанның арқасында олимпиададан ол ұжымды алып тастады. Сондықтан да жаңа World Boxing ашылды. Енді осылай әлем кубоктары әр мемлекет өзіне алып жатыр. Және де бұл турнирлар негізінде олимпиада ойындарына ұпай санын жинауға жасалып жатқан әлем турнирлары негізінде. Енді мен үшін бұл әлем кубогы өте жақсы өтті деймін, өйткені кәдімгідей жақсы тәжірибе алдым. Басқа мемлекеттің қыздары келіп отыр. Мысалы, осыған дейін кездеспеген қарсыластармен кездестім. Жаңа қарсыластар болды. Және де бапкерім айтпақшы, жаңа қырымнан да өзімді көрдім. Жаңа тактика жағын ашуға тырыстық. Сондықтан да маған үлкен тәжірибе болды негізі бұл әлем кубогы. Сонымен қатар сізде жаңа салмақ болды. 51 келіде өзіңіз өнер көрсеттіңіз. 3 ай бұрын әлем чемпионатта айтқаныңыз бар, ол кезде 50 келі салмақтан түстіңіз ғой. Ол салмаққа енді үйреніп деген едіңіз. 51 келі салмақта өнер көрсету қалай болды? Әрине. Бұған дейін 48 келі салмақта жұмыс жасадық. Енді кейін 24 жылы 50 келіге ауыстым. Біраз бір жылдай өте жақсы жұмыс жасадық. Өзімнің күш қуатымды арттыратын бапкерім бар тағы да. Соның арқасында да салмақ қостық. Күш қуатымды арттырдым, Аллаға шүкір. 51 келі салмақ, сіздің салмағыңыз. Осы да сол бойынша қаласыз ба, әлде ауыстырасыз ба тағы да? Жоқ, 51 келі салмақта қаламыз. Олимпиадалық салмақ, Өйткені бұл олимпиадалық салмақ. Сондықтан да басты мақсат, негізгі мақсат негізінде әр спортшынікі ол олимпиада ойындары. Сондықтан да болып жатқан әлем чемпионаттары, Азия чемпионаттарының барлығы ол жаңағы ең үлкен додаға дайындық ретінде негізі. Сондықтан да Аллаға шүкір Азия чемпионында болдық, шүкір әлем чемпионында болдық. Енді келесі қадам олимпиадаға көздеу. Сондықтан да 3 жылымыз бар. Ол 3 жыл аралығында көп нәрсе болады, өзгереді, жеңілісте болады. Сол сәттерге төтеп беруге, төзе білуге тырысамыз. Париж олимпиадасында Назым Қызайбай 50 келіде қола жүлдегер атанды. Алдағы олимпиадада бәсекелес болмайсыздар ғой? 50 дегенде ол қазір 48 келі. Енді екеуміз де бір бапкердеміз. Енді ол салмағым көтеріп олимпиада ойындарына дайындаламын, 51-ге қараймын дейтін болса, енді екеуміз де арамызда бәсекелестік болады. Қайтадан? Сіз ондайға дайынсыз ба? Әрине дайынбыз. Ал жолыңызды беруге дайынсыз ба? Ондай кезде мысалы бір олимпиададан қағылған едіңіз. Қалғанда негізі екеуміз бір бапкерде жұмыс жасағандықтан бапкеріміз айтатын, бірінші енді Назым, одан кейін Алуа деген сияқты. Бірақ енді 24 жылы бізде кішкене екеуміз бәсекелестікке түстік. Мен 48 келіде едім. Кейін ол Азия ойындарына барып лицензия алмағандықтан келесі лицензиялық турнирға мен баруға мәжбүр болдым. Енді одан кейін екеумізде спарринг болды. Ол жерде Назым жеңген болатын. Сондықтан да кейін өз Таиландқа барып лицензия алып осындай керемет жетістікке жетіп отыр. Менің ойымша
ол қаншама жыл, негізі 2015 жылдан бері Олимпиада ойындарына барғысы келген болатын. 48 келіде әлем чемпионы болып, одан кейін Олимпиада ойындарына барғысы келіп, кәдімгідей ол кезде салмағы да жетпейтін, негізінде салмағын көтеріп, енді былай қарап отырсаңыз 2016 жылдан бері 24 жылға дейін ол кәдімгідей дайындалды. Әрине жолы болмады. Сонша уақыт, былай қарап отырсаңыз 8 жылдай уақыт, қандай төзімділік. Сол барлық нәрсеге шыдап келіп, Олимпиададан былай 3-ші орын алды. Енді әрине көкейінде қалып отыр. Ол да Олимпиада ойындарының алтын жүлде алғысы келеді, қазақ еліне алтын сыйлағысы келеді. Өйткені бізде қазақ елімізде қыздар арасында жоқ. Сондықтан да енді өте жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені екеуміз де бір салмаққа барсақ, кім мықты сол барады. Бәсекелестік болу керек негізінде. Сол кезде менің ойымша әлемде де біз мойындата аламыз деп ойлаймын. Яғни сіз қайтадан Назым Қызайбаймен спарринг өткізуге дайынсыз, иә, сонда? Егер бір салмаққа тура келіп жатса. Енді бұйырса, өйткені екеуміздің мақсатымыз бір. Сондықтан да жасымыз да келіп жатыр демекші. Сондықтан да ол да аянбайды деп ойлаймын, мен де аянбаймын. Дегенмен бапкеріңіздің айтуы бойынша енді кезек сіздікі, иә? Негізінде солай, бірақ енді қазіргі уақытта өзіміздің бапкеріміз айтып отыр. Әркімнің өзінің мақсаты бар, сондықтан да барам десеңдер ешқайсының қолдарынан қақпаймын. Және де барлық алда спарринг болып жатса, сол спаррингтер шешеді. Алдыңғы Олимпиадада шешкендей сол сияқты. Өмірде құрбыстар, ал спортта құрбы болмайсыздар, яғни спаррингте, рингте. Екеуміз жаттығуда да біраз жақсы төбелесіп аламыз кейде. Бірақ енді толықтай емес. Шынында, сондықтан негізінде бір-бірімізді өте қатты сыйлаймыз. Енді мен жастар арасынан үлкендерге ауысып келген кезде Назым топ жарып жатқан спортшы етін. Әлі де топ жарып жатқан спортшы. Қазақстанда ол секілді 3 дүркін әлем чемпионы ешқандай спортта жоқ. Жақсы. Алуа ханым, дәл қазір бізде эфирде жарнама. Жарнамадан кейін қайтадан қауышамыз. Құрметті көрермен, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Алуа ханым, Назым Қызайбайдың, жан құрбыңыздың мықтылығы неде? Сіз қасында жүрсіз, спортта да, өмірде де жақын араласасыздар ғой? Енді ол өте жақсы спортшы, өзінің қойған мақсатынан таймайды, және де әрдайым 3 дүркін әлем чемпионы боламын деді ма? 3 дүркін әлем чемпионы болды. Мысалы, Олимпиададан жүлдемен оралсам деген мақсат деді, Олимпиададан жүлдемен оралды. Және айтты, істеді деген сияқты. Тұрақты спортшы, өзінің мақсатынан таймайтын ол да. Және де тәртібі өте жақсы. Өзі боксты өте қатты сүйеді. Барлығымыз да жақсы көреміз өзіміздің ісімізді. Сонымен алдағы уақытта Олимпиада алдында салмақ ауыстыру болып жатса, сіз не істейсіз? Салмақ қосуға дайынсыз ба, әлде ол кісі салмақ қоса ма? Енді 50 келі салмаққа басында өткен кезімде мен бапкеріме айтқан болатын, осы салмаққа ауыссам, осы салмақта қаламын деп. Бірақ негізінде маған 48 келден 50 келіге ауысудың өзі оңайға түскен жоқ. Салмақ жинау мен үшін әрдайым қиын болған негізінде. Мен жастар арасынан 48 келіде, 46 келіде шығып жүрген кезімде әрдайым салмағым жетпейтін. Бұлайша айтқанда өмірі бүйтіп өсіріп келе жатырмын. 46-ға жасасам 44-43 боламын, 48-ге жасасам 46 болатын. Және де бізде 2014 жылы мен жастар арасында Олимпиада ойындарына қатысқан болатын. Ол кезде де 51 келі едім. Сол кезде менің салмағым
46,5-47 едім. Бірақ Олимпиада ойындарына жастар арасында қатысуым үшін салмақ көтеруге тура келді. Ол кезде де оңай болған жоқ. Бірақ 51-ге істеу үшін сен таразыға тұрғанда 48-200 келі болсаң, сен өтесің. 48-ден аз болсаң, сен өтпейсің. Сондықтан да 48-ге кішкене көтеріп салмағымды солай тараздан өтіп жүретін негізі. Бірақ өкінішке орай жастар арасында 5-ші орын алғанмын. Енді одан кейін үлкендерге өтіп, басты мақсатымыз Олимпиада ойындары болды. Үлкен ересектер арасында. Жақсы. Одан кейін әлем чемпионы болғаннан кейін өміріңіз өзгерген шығар. Қалай өзгерді? Бір қоғамдық көлікте жүруді қойдыңыз ба? Оған дейін автобуспен жүретін бе едіңіз? Негізінде жаттығуға бара жатқан кезде, автобусқа отырған кезде біз жаңағы сөмкемізбен, ол үлкен болады, кішкене қиындау. Сондықтан да жаңағы көлікпен, таксимен барған қолайлы. Өйткені мен Алматы қаласында жаттығамын. Сондықтан да өзімнің үйімнен жаттығу залым өте арақашықтығы ұзақ. Сондықтан да тыныштықта жаймен өзім жеткенді өзіме дұрыс деп шештім. Сондықтан да бұған дейін әлем чемпионы болғаннан кейін де солай. Әлі кейін таксимен жүресіз, е? Енді солай жүруге тырысамыз. Танып жататын шығарсыз. Көбінде жаңағы спорттық киіммен отырған кезде танып қалады жүргізушілер. Енді бізде жаңада айтып кеттік қой, Қазақстанда бокс өте қатты дамыған, жүргізушілердің өздері де көбі айтып жатады, мен де боксқа қатысқанмын деген сияқты. Бізде Қазақстанда 90%, 99% деп айтсам да болатын шығар. Енді адамдар спорт жаңағы бокспен айналысқан, боксты жақсы түсінемін деген сияқты айтып жатады. Сондықтан да танып жатқан кезінде біраз әңгімелесеміз. Сонда әлі көлік алған жоқсыз ба? Жоқ, өзіме көлік алмағам. Енді осыған дейінгі сұхбаттарында айтқан болатын, бірінші әкеме көлік алғым келеді деп. Қазір енді тапсырыс беріп қойдық. Сондықтан да күтіп отырмыз. Яғни ол арманыңыз орындалуға жақын. Иә, Алла бұйырса. Мынау Азия чемпионатының алдында қатты уланып қалып күйзелдім деп едіңіз ғой. Сондай бір сын сағаттар туған кезде көбінесе кім қасыңызда болып қолдау көрсетті? Ол кезде айтсаңызшы, ең ауыры не болды сол кезде? Ең ауыры әрине сондай жол жүріп келіп, үлкен додада өнер көрсете алмағанын, және де еліміз бізден әрдайым алтын күтіп отырады. Өйткені осыған дейін алтын алғаннан кейін жауапкершілік көп. Сондықтан да психологиялық тұрғыда өте ауыр болды. Қолдаушыларым әрине ең бірінші ол менің отбасым. Қандай да жағдай болмасын, отбасым әрдайым қасымда. Ең бірінші ол әкем және әпкем. Екеуі әрдайым қолдап отырады, қандай жағдай болмасын. Анамыздан айырылған болатынбыз 2021 жылы. Енді әр қиыншылықты төзе білу керек деп ойлаймын. Шынында ол да бір бізге бір сынақтан өте білуіміз керек. Сол сынақтардың арқасында, әрбір қиыншылықтың артында бір жақсылық болады. Және де қиыншылық болмаса, бір өте жақсы сәттерді меніңше бір бағалай алмаймыз деп ойлаймын. Өйткені мысалы айта кететін болсақ, жеңіс бола берсе, жеңе берсек, жаңағы жеңістің дәмінде білуіміз кетіп қалатын секілді. Ал жеңіліп барып жеңген кезінде сол сәттер есіңе түседі, қандай қиыншылықтан өттің, қандай сынақтан өткенің, сол жеңістің дәмі тәтті болады. Негізінде одан бөлек, және қиыншылықтар да солай өмірде болып жатқан. Мысалы өзіңіздегі бойыңыздағы бірінші болуға деген ұмтылыс, мақсатқа деген ұмтылыс бар ғой, сол анаңыздан дарыған келген мінез ба? Мүмкін, ол да мүмкін. Өйткені мен анам өзі
академик болам деп армандаған едім. Ол университетте мұғалім болды. Кейін декандыққа дейін көтерілді. Және де Мәскеуде МГУ сол жақта қорғаған болатын өзінің профессорлығын. Өзі бір университетте ректор болсам деген арманы болған, және де сол академик болсам деген. Негізінде осы арманын анамның, әкем әрдайым қолдаған негізінде. Мені әкем өсірді, анам жұмыс жасап өзінің мақсатына ұмтылатын. Енді қазір әкем мені қолдап жүр. Қандай керемет. Сондай. Әкем менің қолдаушым, оған үлкен алғысымды айтамын. Тәрбие берген әкем, анам. Бірақ негізінде барлық тәрбиені беріп отқан анама да негізінде әкем тәрбие берген деп айтсам қателеспеспін. Анама да әкем тәрбие берген дейсіз ба? Өйткені бізде анам университетте жұмыс жасап жүрген кезінде енді оқушылар келеді, жаңа өздерінің кәмпиттерін тастап кетеді демекші, мысалы гүл шоқтарын алып келіп жатады, бір рахметін айтып жатады деген сияқты. Сол кездері анам ол заттарды үйге алып келген кезде әкем айтатын, қажет емес алудың. Егер сенің алдыңа келіп көмек сұрап отырған оқушыларың болса, көмек ет. Қажет емес олардан бірдеңе алып сұраудың да қажет емес. Өйткені ол да бір пара сияқты болып саналады деп айтатын. Өзі мамам есеп және аудитте жұмыс жасайтын, бухгалтерлық жағынан. Сондықтан да әкем қаламайтын ертең күні бір жаман сәттер болған. Сондықтан да сөйтіп анама сондай тәрбие берді негізі. Сондықтан да біз кішкентаймыз ғой енді. Мейрам күндері болып жатады. Басқа достарымыздың аналарын, мысалы мұғалім болып жатса, жаңағы үйлеріне, балаларына кәмпиттерін, торттарын әкеліп жатады. Сол кезде біздің анамыз әкелмейтін. Қабылдамайтын, қабылдаса да жаңағы кафедрасында мұғалімдерге бөліп беретін. Сонда біз айтатынбыз, неге үйге алып келмейсіз, бізде жейміз ғой деген кезімізде. Ой, не қыласыңдар, өзім алып беремін деп сөйтетін. Яғни әкеңіз үнемі шыншылдыққа тәрбиеледі. Мен әкем негізінде сондай өзі адал, және де барлығы ашық түрде болса дейді, шындық болса дейді әрдайым. Сондайға үйреткен. Дәл қазір бізде эфирде жарнама. Жарнамадан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Ендеше сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Алуа ханым, жаңа өзіңіз әкеңіз туралы айтып жатыр едіңіз. Бүгінде айта берсем көп негізі әкем жайлы. Бүгінде сол сіздің қолдаушыңыз кезінде бала күніңізде жаттығуға апарып сағаттап күткен екен. Одан бөлек мынау әрбір жекпе-жектеріңізде экранның алдында отырып сағаттап сіз үшін уайымдаған екен. Түнде де ұйықтамайды. Әлі күнге дейін. Солай, мен де айтам, бәрі жақсы, ұйықтай берсеңізші деп. Бәрі жақсы, уайымдамаңыз деп. Жоқ, қалай уайымдамайсың дейді. Маған көңіліңді бөлме, уайымдама дейді. Бәрі жақсы. Бәрібір өзі айтып отырады. Біз енді басқа мемлекетте болған кезде сағатымыз ауысады ғой. Сондықтан да уақыт созылып кетеді. Сондай кезде түнде сағат 12-1 болсын күтіп отырады.
сонда айтады ғой, күні бойы таңертең оянып алып, ал енді не істеймін деп ойланып жүремін дейді. Далаға шығады, қыдырып жүреді, сонда да бәрібір де ойы бөлінбейді. Мен ойлап отырады, қалай болады екен деп. Өзі де маған хабарласып, не қылдыңдар, ағайыңмен сөйлестің ба, тактика құрдыңдар ма, бәрі жақсы ма, көңіл күйің қалай, барлығын сұрап отырады. Және де мен де қолдап, уайымдама деп маған да бір жігер беріп отырады негізі. Сол. Анаңызға деген махаббатына, адалдығына мен тәнті болып отырмын кәдімгідей. Иә. Ауырған кезінде де өзі қарап, мен енді оқу жаттығу жиындарына кетіп отқан кезімде де біз енді Тараз қаласында тұрғанбыз осыған дейін. Сол кездері әкем анамды көлікпен Алматыға әпкемнің қасына алып келеді. Сөйтіп екі ортада тас қалып жүрді негізінде. Негізінде сол әлем чемпионатына кетіп бара жатқан кезінде енді біз Тараз қаласынан көшіп келген едіміз. Біраз қиыншылықтар болды. Анам ауырған кезінде жаңағы несиелер алғанбыз біз сол еміне. Қандай диагноз болды? Инсульт болған етін. Сол негізі анам зейнетке шыққаннан кейін, ол декан болып отырған еді. Зейнетке шыққаннан кейін заведующийға түсіп қалған еді. Сол кезде сондай бір өзіне денсаулық жағынан соққы қалды. Карьерадағы құлдырау. Иә. Қатты ауыр дейді десеңші. Иә, қатты ауыр дейді өзіне. Содан кейін зейнетке шыққаннан кейін 1 жыл жұмыс жасады. Кейін біз өзіміз шығарып алдық. Қажет емес деп. Өз-өзіңізге келіп алыңыз, емделіп алыңыз деп. Бірақ негізі еш ем қонбады шын мәнінде. Сондай барынша тырыстық. Енді қарызға кірдік, несиелер алдық. Барлық күш-жігерімізді салдық анамызды емдеуге. Бірақ еш ем қонбады. Енді содан кейін де Тараз қаласындағы пәтерімізді сатып, бәріміз біргеміз деп шештік. Өйткені біз әкем екеуміз және жиен інім және анам негізінде Тараз қаласында тұрған болатынбыз. Әпкем Алматыда жұмыс жасап жүрген еді. Кейін барлығымыз бірігіп Алматы қаласына келдік. Және бір әңгімеңізде айтқан едіңіз, мен күйеуге шыққаныма қараған кезде чемпион болсам, анам қатты қуанатын еді дедіңіз, иә? Иә. Негізінде ол айтатын, асықпа, бәрі өз уақытымен болады. Сондықтан да, өйткені ол негізі қарап отырсаңыз, жаңада айтып кеттік қой, өзінің мақсаты болды деп. Сондықтан да ол да менің бір өз мақсатыма жеткенімді қалады. Сондықтан да кім не десе де асықпа деп айтқан. Анамның көзі тірі кезде ол айтатын, Алла қаласа зейнетке шығып, кейін семен жарыстарыңа, қайда жарыстарың болады, сол жаққа барамын дейтін. Менің ойымша енді қазір осындай жетістіктерге жетіп отқаныма мүмкін қуанып та отқан шығар. Шүкір, Аллаға шүкір, осындай жетістіктерге жетіп отқаныма. Оңаша қалған кезде сізді не алаңдатады? Қандай да бір мазалайтын дүниелер бар ма? Мазалағанда енді сол. Үйде көбінде әкемді уайымдайтын шығармын енді. Қалай болады екен, мені уайымдап жүреді ол, мен оны уайымдап жүремін. Неге не уайымдап жүрсіздер? Енді ол мені уайымдайды. Қалай болады екен, мына қызым әйтеуір бір көздеген мақсатына жетсе екен дейді да. Өйткені соншама жылдық еңбегім бар деп сөйтеді. Жаңа кейде жарыстарда жеңіліп қалған кезімде ол да жүрегі қанжылап маған айтады. Неге жасай алатын әдістерін жасамадың деген сияқты ол да бір ренішін айтады маған. Сен соны жасай алатын едің ғой, неге болмады, неге шықпады деген сияқты сұрақтар қояды маған. Мен де айтам енді рингте жұмыс жасап жатқан кезде ол өзгеше деп барынша тырысасың, бірақ қарсыласқа байланысты кейде жасай алатын әдістерің де шықпай қалады деп сонда айтады. Сонша жаттығасың,
өкінішті негізінде сол болмай қалатын кездерде өте өкінішті. Жаңағы өзім көріп отырамын ғой, қалай жаттығасың, неге сенің күшің жететінін мен білемін деп, ол да бір көңілге қатты түседі. Сондықтан да өзім жарысқа шыққан кезде өзім де уайымдаймын, барлығы жақсы болса екен, әйтеуір жеңсем, жеңуге тырысамын, жеңсем екен деп ше, әкем уайымдамаса екен деп. Өзі де айтады ғой, осы соңғы анам кеткеннен кейін 4 жылда шашымның ағарғаны барлығы сенің осы жарыстарда шыққанын уайымдағанның арқасы деп. Әрдайым қасымызда болса екен деп армандаймын. Және де мен жетістіктердің барлығын көрсе екен, анам көрмеген барлығын әкем көрсе екен деген ой. Керемет. Сол күнге жеткізсін. Аумин. Әпкеңіз туралы айтсақ, әпкеңіз өзіңіздің ағаңыздай болды, иә? Негізі қазір анамдай болып отыр. Анамның орнын басып отыр. Шын мәнінде. Қандай да бір мәселе, қандай бір жағдай болсын, қиыншылық болсын, барлығын әпкем барлығын біліп отырады. Және де мен айтам ғой, жарыстарда болған кезімде кейде енді салмақ қуып жатқан кездерде де, мысалы, болмаса жарыстарға байланысты, уақытына байланысты кейде өте кеш шығамыз. Сондай кезеңдерде жарыс жаңағы жекпе-жек біткеннен кейін келе салып ұйықтай салу қиын негізінде. Режим жаңағы болғанның өзінде де жаңағы алқынып тұрасың, эмоцияға беріліп тұрасың демекші, ұйықтап қалу қиын. Сондықтан сондай кезеңдерде мен жарыста болған кезімде түн ба, күн ба, таң ба әпкем күтіп отырады мен. Жазып қалады-ау деп. Жазсам, әрдайым жауап береді. Және де қазір Астанада жарыс болған кезінде қасымда болды әрдайым. Былайша айтқанда, жаңа айтып кеттік, анам айтқан болатын, әр жарысыңа барғым келеді деп. Қазір соның барлығын әпкем орындап отыр десем болады. Және де бір өзім айтып қалам кейде, бір менеджерім сияқтысың менің деп. Өйткені бізде енді туыстарымыз білмейді ғой қай уақытта шығатынымды, қай күні. Сондықтан да өзі де айтады, Алуаға жазбай қойыңыздар, тікелей маған жаза беріңіздер. Бәрін, ақпараттың бәрін өзі беріп отырады. Барлығымен сөйлесіп, жарыстан жеңіп шықсам да, жеңіліп шықсам да, барлық туған туысқандардың барлығы тікелей әпкеме звондайды. Әпкеммен сөйлеседі, не болып қалды, жағдайы не болды деген сияқты. Өйткені барлығы түсінеді, жарыстан кейін дереу алып сөйлесе алмайтынымызды. Кішкене басылу керек боламыз. Сондықтан да шүкір барлық туған туысқандарым білетініне. Керемет. Аллаға, мен жеке өміріңіз туралы айтсақ, сіз сұхбатта осының алдында жүрегім бос деген едіңіз. Жалпы өзіңіздің жаныңызда қандай ер азаматты елестете аласыз, көресіз? Мен өзімнің отбасымнан, жаңағы әкем тарапынан анама деген барлық махаббатты көрдім негізінде. Әрине барлық отбасында айтып отырады ғой, енді ыдыс аяқ сылдырламай. Сондықтан да оны да көрдік. Және де ол сәттерден қалай әкем мен анам шығып жатқанын да көрдік. Сондықтан да әкем өте адал кісі. Сондықтан да жанымда адал болса екен деп, және де өзінің мақсаты болса екен деген ой. Және де енді әкемнің анама деген қолдауын көрдім менде. Сондықтан да сондай бір қолдаушым болса екен деп менде армандаймын. Сол. Жиі қойылатын сұрақ бар екен. Жалпы сізді Еркебұлан Тоқтармен не байланыстырады? Ештеңе байланыстырмайды. Мен онымен таныс емеспін, тек сырттай танимын. Сондықтан да көп айтып жатады, екеулерің ұқсайсыңдар дейді.
Онымен таныспағанмын ешқашанда, екеуміз бір бірімізді былай өмірде танымаймыз негізі. Ал мына спортта жүрген ер азаматтарымыздың арасында, боксшылардың арасында өзіңізге бір ұнайтын адам ретінде, үлгі тұтуға болатын тұлға ретінде көретін адам бар ма? Егер біреуін айтатын болсам, ол Сәкен Бибосынов. Өте жақсы жігіт негізінде. Қиыншылықтардан өтіп жатыр, бірақ барлығын төзіп біліп жатыр негізінде. Ешқандай да эмоцияға беріліп жатқан жоқ. Өте жақсы келе жатыр негізінде. Өте жақсы жігіт. Үлгі алатын жігіт. Иә. Қоғамда дене шынықтыру пайдалы, ал спорт қауіпті деген пікір бар. Ол пікірмен сіз келісесіз бе? Және осы мақсат жолында, арман жолында денсаулықтарыңызды құрбан етіп жатырсыздар ғой? Енді әрине орысша айтқаным дұрыс емес шығар мүмкін, бірақ орыстардың өздерінің сөздері бар ғой, физкультура лечит, спорт калечит деп. Иә, біз спортта жарақаттар алып жатамыз, бірақ бұл енді барлығымыздың, былай қарап отырсаңыз, спортшылардың бір арманы сол итермелеп отырады. Қандай да бір жарақат болса да ары қарай жаттығып өзінің мақсатына жетемін деген тік бір мінезбен келеді ғой. Ал мына спорттан кейін қалыс қалып қоймау үшін, мысалы кейбіреулер көріп жатамыз, олимпиада жүлдегерлерінің өзі базарда, кейбірі ішіп кетіп жатады. Сондай жағдай болмас үшін не істемек керек, қалай ойлайсыз? Енді ол өмір деп айтатын шығармын, білмеймін. Енді ол кезде өкінішті әрине, сондай біздің бетке ұстар спортшыларымыз сондай жағдайларға ұшырап жатқандарына. Олар жайлы әркім өзінің бір сынағын өтіп жатыр шын мәнінде. Ештеңе айта алмаймын ол жағынан. Өзіңіз бүгін таңда кітап оқисыз ба? Өзіңізді қалай елестетесіз? Мамандығыңыздың аудармашы екенін білеміз ғой. Енді негізінде көбі сұрап жатады, ары қарай спортты бітіргеннен кейін не істейсің, өзіңді қай жақтан көресің деген сияқты. Енді менің ойым біріншіден бір жақты болып алу, бір жақты соңына дейін жеткізіп, енді ары қарай көре жатармыз. Енді мектеп кезінде тілді де меңгеруге тырыстық, сондықтан да мүмкіншіліктер көп бізде қазір басқа да жұмыс жасауға. Сондықтан да спортпен шектеліп қалмаймыз деген ойдамын. Алуа ханым, соңғы сұрақ болсын. Өзіңіздің бас бапкеріңіз Елдос Айдарин әрбір жекпе-жектен кейін маңдайыңыздан сүйген байқап қалдық. Яғни ол кісі жай ғана бапкер емес, кәдімгі өзіңіздің ағаңыздай болып кетті ма? Бізге өте жақсы қолдау беріп отырады. Әрдайым бізбен мақтанады, бізді жігерлендіріп отырады. Осы неде де, жарыста да жеңіліп қалған кезімде де негізі жанкүйерлердің пікірлері бар, тағы да жазып кеткен. Алуа бір өзі жеңілісін мойындады деген. Мойындап тұрды, сондықтан да ешқандай да бір эмоцияға берілмеді деген сияқты. Негізінде бұл жерде жеңгім келген етін, сондықтан да барымды салуға тырыстым. Бірақ 3-ші раундта барымды салуға тырыстым. Бұрышқа келген кезімде енді бізде төрешілер ұпай санын өздері жібергеннен кейін жаңағы анонсер оны айтады ғой. Және де қызыл ма, көк па өздері карточканы көтеріп жатады. Соны біздің бас бапкер Елдос ағай көріп қойған болатын. Сол кезде бой жаңағы кетіп қалды деді. Алтын айтып қойды еске. Мен сол кезде білдім. Менің ағайым да естіп, Оқынжан Камиков қалайша деп біртүрлі болып қалды да басын шайқады. Сол кезде мен де енді біліп тұрғаннан кейін ойладым, жарайды, не істеймін. Мен ол жерде қарсылық білдіргенімнен ештеңе өзгермейді. Сондықтан да қабылдауға тура келеді.
сондықтан елдер ойлап жатыр ғой, алуа деген мойындады, ол білді, ол жеңіліп қалды негізінде, соны мойындады деп. Жоқ, негізі ондай емес. Қол көтеретін алдында белгілі болып қалды негізінде, сондай. Елдос ағай байқап қалды соны. Ал мынау хейтерлерға не айтасыз? Сонымен интервьюімізді аяқтасақ. Хейтерлерға енді ол сіздердің өздеріңіздің пікірлеріңіз, жаза білесіздер, бірақ барлығы орынды болса деген ой. Өйткені кей спортшыларды ол сындырып та қоюы мүмкін. Кейбіреулерін жігерлендіреді, ауыр сөздер мысалы. Сондықтан да қандай да бір пікірлеріңіз болса, бір орынды болса екен деген бір. Орынды болмаса жеке өмірде сөйлесек те қойсаңызшы. Рингке келіңіздер деп па, шешеміз деп. Рингте шешек десеңші. Енді қатты айтқыларыңыз келсе, әрине. Алдыма келіңіздер деп. Жақсы. Қош келдіңіздер дейміз. Алуа ханым, осындай әдемі шынайы сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы әлем чемпионатында асығыңыз алшысынан түссін және арманыңыз орындалып, олимпиада чемпионы болуыңызға біз де тілектеспіз. Аумин, рахмет. Құрметті көрермен, бағдарлама демеушісі Олимпиада осындай көңілді нотада бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше.